Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүп сүйкімді батон нандарын бірге дайындайтын боламыз. Толық рецепті видеоның астында описанияда жазылған. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Жылы суға жылы сүт, тұз, шекер, сұйық май, ашытқы барлығын жақсылап араластырып аламыз. Соңынан ұнды қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Қамырымыз қатты болып кетпеу керек. Сол үшін ұнды осылай бөліп салуға кеңес беремін. Ең соңында кішкене сұйық май қосып жіберіп, әдемі етіп қамыр илеп аламыз. Жақсылап илейміз тағы 1-2 рет. Одан кейін бетін жауып, 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қойдым. Осылай көтеріліп шығады. Қамырды алып, 120 граммнан кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң қамырды алып, оқтаудың көмегімен видеодағыдай жаямыз. Рулет сияқты орап, екі жағын жауып, шеттерін жауып, видеодағыдай барлық қамырды осылай орап шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа көтерілгенше қойып қойдым. Мінекей осындай әдемі болып көтеріліп шықты. Астын майлап алдым. Бетін осылай кесіп, жұмыртқаның сарысымен сүтті қосып, бетіне жағып шықтым. Қалауыңызша кунжут, мак барлығын сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осындай әдемі болып пісті. Ыстық болып тұр. Сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Ортасын кескен кезде іші осындай керемет болып шықты. Бұдан сэндвич жасасаңыздар да өте керемет болып шығады наны. Неге? Толықтай пісіп шығады. Осыншама нан шықты менде. Міндетті түрде жасап көріңіздер.